жасап қойдыңдар, не істеп жатсыңдар енді? Маған баласақан мақтауымен тыңдамаймын бәрібір бұл адамдар. Қандай әңгіме болды, не әңгіме болды? Перизат, сен ошонда мага ишенбейсиң бе? Кызы кінәлемеңдер бұл жерде. Жоқ қыпсадың сен қыз. Жоқ, сен мен айтып берейін саған әңгіме не болғанын. Маған қызық емес. Мен тыңдағым келіп тұрған жоқ баласақан. Маған айтты, Галымжан, менің саған көңілім болған, бирок сен Нурсултанмен жакшы сүйлөшкөн үчүн мен 10 мүнөт эле турдук, андан көп турган жокпун. сонда бәрібір де екеуіңнің қара қатынастарың қалай болады, соны бақылаймын, көремін деп тұр ғой. Мен баласақан бір нәрсе түсінбейді. Кешкі 10-ға дейін менімен кешкі 10-нан кейін Ғалымжанмен кездесіп ма білмеймін, түсінбей жатырмын да. Қай жақтың тумасысыз? Осы Алматы қаласының. Неге Жанболат? Жалпы ұнады өзіме сырттай әлеуметтік желіден қараған соң. Қандай ер азаматтан жалпы негізі мен оны таңдап келген кезде тек әлеуметтік желіден қана қарап таңдап келдім да. Неге танысып көруге, танысып көре жата білерміз деп ойлаймын. Типажыңыз қандай, өзі түсінбей кеттік қой, негізі айтсаңыз сол типажыңыз жайлы. Қандай типаж? Қазір ғана келген жаңа түсінбей кеттік қой деген сол. Түсінбей жатырмын да, типажы жалпы өмірде бұл қыздың типажы Жанболат па? Қай жағынан? Мен баласаханым мына жерде Айжан түсінбедім, енді біліп тұр ғой енді Жанболатты таңдап келген типаж Жанболат деген көрініп тұр ғой енді. Жанболат сияқты жігіттер ұнайтын тұр ғой енді. Неге сөйтіп айттың әлі Айжан дегеннен кейін? Менің сөзімді қайталап бердіңіз ғой. Сол мен айтпас қазір. Баласахан мен айтпасам ол қоймайды ол. Әлде менің сөзімді түсінбейсіздікін түсіне ма? Сөйтеді солай сияқты болып тұрған сияқты. Вдруг ойы жаңағыдай Жәнібекке өзгеріп кете ма деген ойда бұл қыздың енді. Ең соңғы таңдауым осы болады деп үміттеніп, осылай таңдап келдім. Именно Жанболат таңдап келдіңіз ғой, иә? Болды. Жанболат, Ойы ол кісіде емес сияқты, Жанболаттың ойы осы біздің арамызда отырған бір қыздың көзіне түскен болатын. Енді қатысушылардың көбісі байқаған шығар деп ойлаймын. Тіптен далаға шыққан кезде ана қыздардың курткасын енді алып, жаңа қыздың үстіне жауып, андай заботасын жасап жүрген енді жағдайы бар. Қарлығаш. Қош көрдік. Қарлығаш десе қарлығаш екенсің, ұшып қонып әйтеуір жүрсің. Негізі былай толықтай шешім осы Жанболат па? Алдында да мысалы біз іңкәр кім төртеуміз кездестік қой. Бір жерде бірге кездесу жасадық. Сол кезден бастап көзіңді іліп қалған жоқсың ба осы жігітке? Жоқ, тек сол кезде танысып қалдық қой біз. Бірақ байқағаным бар сол кезде. Сабырға келіп сөйлесейін, қыз келіп отыр, өйтіп керек емес деп ойлаймын. Сен ұшып қонып жүресің деген ол қыз баласына өте қате дүние айтып отқаның. Кішкене жеңіл жеткізуге тырыссаң жөн болады еді. Жоқ, мен жеңіл жеткізіп отырмын, қалай бар солай айтып отырмын. Сәттілік екеуіңе жақсы тапсын. Ақ жол дейсіз ғой. Иә? Бірақ енді екі достың арасынан сәл бір сызат түсіп қалайын деді ма, Жанболат та түрін жинап алып, сөйлемеші деген сияқты айтып алып, енді білмеймін. Бірақ енді баласахан мынандай нәрсе ғой. Сәл қарлығаштар ұқсайды екен негізі. Андай қарлығаштардың бәрі андай келіп деген сияқты. Бір адамнан түсінбей қалып жатырық та сол жағынан. Сол енді жаңа определенный типаж туралы айтылды ғой енді. Мен осы сұрақты толықтай кеткім келіп тұр. Мысалға бір кейбір қыздардың ойында енді определенный бір адамның мүсіні болады. Менің бір адамым осындай болса екен деген сияқты. Ғалымжан, Диас, Жанболат үшеуі үш түрлі адам сияқты да. Сол қай жағынан негізі? Әлде сіз ондай неге қатты қарамайсыз ба? Жоқ, менде ондай қатты арақатынас дейтіндей арақатынас болған жоқ қой. Менде тек танысып көру болып жатыр. Мен әлі адамдармен танысып көріп жатырмын. Өзім адамды әлі тапқан жоқпын. Тапқан уақытта тоқтаймын. Негізгі менің соңғы шешімім осы деп ойлаймын. Осы кісіні таңдап келіп отырмын. Солай дұрыс болады иә. Негізі қонып деп айтып отыр ғой. Расымен де Жанболат пен Диас осы шақтағы енді жақын достардың бірі ғой. Жаңа шымылдық ашылған кезде де кімнің Жанболаттың түрін көрдік, түрі кішкене такси ұстап кетті деген сияқты. Енді осы жерде Қарлығаш сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр да. Сізге мысалы болашақ жарыңызды табу үшін қанша кездесу немесе қанша жігіт керек? Қалай қанша жігіт керек? Қанша кездесу және қанша жігіт керек өзіңіздің болашақ жарыңызды табу үшін? Міне мынау менің нақты болашақ жарым, үйленетін адамым дейтін. Қызық екен, таныстық басталу үшін сіз тағы да неше жігітпен кездесесіз? Бір минут айтсам бола ма? Сіз қайдан білесіз? Сіз де жауап бере алмайсыз ғой, аяулым. Сіз де әлі қанша үміткермен танысатыныңызды білмейсіз ғой. Жоқ, әлде білетін шығарсыз, білетін болсаңыз айтыңыз. Жоқ енді баласаханым адамда бір типаж дейтін болады ғой. Жаңада мысалы Ернар айтып кетіп жатыр, Ғалымжанға келді, үш жігітке келді, үшеуінде типаж әртүрлі деген сияқты ғой. Енді бір кездесуге барғаннан кейін бір жігітпен ясный дело болу керек қой. Бір 4-5 кездесу ма деген сияқты, бір осы кездесуден кейін мынамен болашақ жарым болып қалады ау деген сияқты енді адамда ой болу керек қой. Баласахан мен айта кетсем болады. Өмірде де болып жатады ғой, бір жігітпен кездеседі қыздар, немесе жігіттер басқа бір қыздармен кездеседі, ал үйленгенде типажы мүлдем басқаша. Ең бастысы адамның ішкі қасиетіне байланысты таңдайды деген. Не әңгіме айтып отырсың? Сен осы жерде отырып, сезон біткенше қанша үміткер қабылдайсың? 100 үміткер келсе 100-ін де қабылдап, 100-мен де кездесесің ғой. Не әңгіме мынау, неше жігіт, неше кездесу деген. Кішкене орындарың біліп, әдемілеп сөйлесеңдерші айналайын. Мына жерде қызды түсіре алмай отырсыңдар ма или жарайды таңдап келді. Өзің таңдауын жасады, танысып көргенде тұрған не бар? Сен де қанша жігітпен танысасың ғой?
қызсың ғой, қызды түсіншеш кішкене. жоқ Жанболат аяулымның бұл жерде айтқысы Жоқ, келіп қате айтып отыр ол. отырғаны Қанша жігіт керек деп айтып отыр. Кішкене ойлансаңдаршы. аяулымның бұл жерде Қарлығашқа айтқысы келіп отқаны, Қарлығаш сіздің симпатияңыз тек қана Қосылаяқтың төңірегінде ғана ма? Тек қана Қосылаяқтың жігіттеріне ғана симпатия білдіресіз да, неге сыртта қарап көрмес пе деген Салтанат, ғой? бұл мүлдем басқа сұрақ. Осы жерден бастап айтайын. Бұл сұрақ Салтанат сіздің атыңыздан қойылып жатқан сұрақ. Оған жауап берсеңіз болады, Қарлығаш. Мен сыртта танысатын болсам сырттағы таныса беретін едім, бірақ осы диаспен жүрген кезде көзім шалып әлеуметтік желіде көріп қалған соң осылай таңдап келіп отырғаным бар. Негізі таңдаймын десем сырттан ақ таңдаймын. балауса ханым негізі әңгімесіне сенгіміз ақ келіп отыр ше, бірақ енді бізге келген Қарлығаштың бәрі сондай ма әйтеуір, анаған бір көретін, мынадан бір көретін, үшінші жігіт болып жеті атаға толтырып бірақ кетейін деп отқан сияқты да бұл кісі ше. Болмаса тапқан кезімде тоқтаймын деп отыр ғой. Шынымен Салтанаттың әңгімесінің жаны бар негізі. Қосылаяқтың төңірегінде ғана болып тұр да бұл кісінің жігіттері. Бірақ енді сізге сенейін десек те сенетіндей тірлік істеп жатқан жоқсыз да. Сіз мына Жанболатпен таныс тоқтаса, мүмкін тағы біреумен таныс көремін деп айтатын сияқтысыз да. Сізге біздің жобадағы жігіттер емес, біздің жоба керек болып отқан сияқты болып отыр да просто. Кешіріңіз, артық айтып қойсам, бірақ біз не көріп отырмыз, соны айтып отырмыз. Всем привет, қалайсыздар? Мен бүгін кішкене кешегінде емес, түрім қатты отек болып тұрған жоқ, нормально болып тұрмын бүгін. И мен бүгін азанда білесем, осы уақытқа дейін ваннаға су толтырып тұз қосып жататын, бірақ мен бір или максимум 2 пачка тұз қосып жататын, бірақ бүгін мен 5 пачка тұз, мысалы 50 килограмм болсам 5 пачка тұз салып сөйтіп жату керек екен, бірақ кәдімгі жеңілдеп қалдым шынымен. Он просто крупный подарок мен айтып кетейін, мен кеше эфирді қарап шықтым. Таныстық келгендегі бұрынғы ара қатынасы және біткендегі адамда триггер деген нәрсе болады, ол қорқыныш бәрінде болады. Сонымен иногда кішкентай кезде болған қорқынышы үлкен есейгенде де әлі әсер етіп жатады да. Ода сондай болған. Оның реакциясы мен түсіндім. Вот такое вот у нас приключение. Застряли. Салам алейкум. Машина асылып қалды, короче, полный. Как-то так. О! Вот так-то. Бека решит сейчас. Здесь суп. Казахстан, здесь суп нам. Суп. Нормально болып келдің да? Ұсталары. Мама. Метроға келдік, короче. Метроның іші примерно осындай. Самолетпен келетін сияқты анау. Нормально қыздар бар ма деймін? Ебать, короче, Алматының метросы емес, былай бір ғана бір талшыбық тұратын. Бұл Делидің метросы ғой, короче. Жердің астымен, былайынан, мына жақтан бір сәл шатасып кетсең, жаңа өмір бастап кетесің деген сияқты.